Николаевич, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Бүгінгі сұхбатымызға қош келдіңіз. Сізді Самғау ТВ News жобасы аясындағы сұхбат алаңында қарсы алғаным қуаныштымын. Менің атым Заңғар. Аталған жобаның жүргізушімін. Рұқсат етсеңіз, сізге бірнеше сұрақ қойма, рұқсат берсеңіз. Рұқсат. Неліктен мұғалім болуды таңдадыңыз? Жақсы сұрақ. Жалпы негізі Заңғар, мен сенің жасыңда болған кезде мұғалім болам деген жоқпын. Менің негізгі арманым әнші болу болатын. Бірақ мектепте өте үздік болдым, барлық сабақтан 5-ке оқыдым. Әйтсе де бір ғана ағылшын тіл сабағынан жоғарғы сыныпқа келген кезде 9-шы сыныпта өмірімде бірінші рет екілік баға алдым. Мұғаліміміз ауысып. Содан кейін мен осы екілікті қалай да жоямын деп сол мұғалімнің соңынан қалмай, сол мұғаліммен қайта қосымша сабақтар алу арқылы мен мұғалімдік мамандықты өзім жақсы көріп кеттім. Ал бұл сіздің бала күнгі арманыңыз ба? Әрине, мұғалім болу кез келген адамның, баланың арманы деп айтар едім, өйткені ол идеал мұғалімге ұқсағысы келеді. Бірақ кейбіреулер сол арманына басынан бастап жүретін болса, кейбіреулер кейбір себептерге байланысты мұғалімдік жолға түседі. Менікі екінші бағыт. Жақсы. Сіздің ұстаздық жолыңызға ең үлкен әсер еткен адам кім? Менің бастауыш сынып мұғалімім. Себебі мүлде жазуды, оқуды білмеген ойын баласына партаға отырғызып, ең алғаш әріп танытқан, ең алғаш адам болудың қандай екендігін түсіндірген, жалпы өмірді жақсы көруге, өмірге деген алғашқы қадамның табалдырығын, алғашқы қадамды жасауға көмектескен бастауыш сынып мұғалімім Сәуле апай. Қазіргі оқушылар бұрынғы оқушылардан несімен ерекшеленеді? Сіздердің өмір сүріп жатқан дәуірлеріңіз мүлде бөлек. Сіздер альфа ұрпақтарсыздар. Ал біз енді миллениумдар, мүмкін бұрынғы X ұрпағы, Y ұрпағы. Сондықтан қазіргі балалар әлде қайда еркіндікті жақсы көресіңдер, ашықсыңдар. Алайда көп әттеген тұстарың бар, ұялы телефонға тәуелдісіңдер. Сен ұялы телефонды көп қолданасың өзің? Қатты емес, бірақ қолданасың. Өзің қарап отырсаң, міне, содан ақ байқайды. Қазіргі жастар, қазіргі балалар көбірек цифрлық құралдармен, интернетпен, платформалармен көбірек жұмыс жасаса, біз көп жағдайда қарым-қатынас, адам мен адам қарым-қатынас көбірек сыртта болу, көбірек қара жұмыста болдық. Сондықтан ол кездегі біз балдармен қазіргі сіздердің араларыңызда жер мен көктей айырмашылық бар. Бірақ бұл әр дәуірдің өзінің бір ерекшелігі деп ойлаймын, ол кемшілік емес. Алайда сендердің білетін кейбір әрекеттеріңді біз жасай алмаймыз. Сондықтан сіздерге көп мүмкіндік бар, сіздер әлдеқайда көп жетістіктерге жетесіңдер. Сабақта сіз үшін ең маңызды не, тәртіп пе, әлде қызығушылық па? Егер жалпы мектеп деген сөздің өзі грек тіліне аударғанда, уақытты қызықты өткізетін орын деп аударылады. Гректің сөзі досуг деп аударылады негізін. Сонда кез келген бала мектепке келген кезде көңілді кіріп, көңілді шығу керек. Сондықтан егер әрине Бауыржан Момышұлының сөзіне қарасаң тәртіп дейді, бірақ егер бала сол мектепке өз еркімен бір қуанышпен кірмесе, ол ешқандай білім алмайды. Ал көңілі, қуанышы, өзінің бір ұнатып тұрған жері болмаса, ол тәртіпті қайтеді. Сондықтан да мен ойлаймын, бала мектепке қызығушылықпен кіріп, қызығушылықпен шығу керек. Ал қызығушылығы бар бала, ол міндетті түрде тәртіпті ұстанады. Оқушының қателігіне қалай қарайсыз? Орыста сөз бар. На ошибках учится дейді. Яғни адам қателік жасау арқылы өзінің қай бағытта даму керектігін түсінеді. Егер сен өзіңнің әрекетің барлығын дұрыс деп қабылдайтын болсаң, сен ешқашан дамымайсың. Өміріңде міндетті түрде әрбір адамда қателік болады. Ал бірақ сол қателікті екінші рет жасаса, ол әрине, онда ол ешқандай даму емес, былайынша регресс дейміз, бір орында тұрып қалу, стагнация дейміз. Сондықтан да оқушы қателік жіберу орынды. Бірақ сол қателігін мұғалім оқушының өзіне көрсетуге көбірек жұмыс жасау керек, өз анықтауын.
баланың қай жерден қателік жасаған оқушы өзі анықтаса, келесі жолы сол қателікті болдырмауға оқушы жұмыс жасайды. Ал қателік жаза ма, әлде мүмкіндік пе? Қателік жаза ма, әлде қателік мүмкіндік. Өйткені себебі мүмкіндік берілмесе, тағы да айтамын, ол не нәрсені дұрыс, не нәрсені бұрыс жасап жатқан ешқашан білмейді. Сондықтан ал әрбір қателік үшін баланы жазалайтын болсақ, әрине, онда біз балаға көрсеткен қолдауымыз қаяқта, балаға берген тәрбиеміз қаяқта, балаға деген өзіміздің сүйіспеншілігіміз қаяқта. Сондықтан да баланың әрбір ісін жазамен өткеретін болсақ, онда ол балаға ешқандай қолдау көрсетпегеніміз. Сондықтан да қателік бұл мүмкіндік баланың болашақта сол қателікті қайталамау үшін және болашақта үлкен азамат болып жақсы жолды таңдау үшін жасалады. Рахмет сізге. Рахмет саған да. Үлкен табыс тілеймін. Үлкен журналист болуыңа тілектеспін. Рахмет. Сізге де рахмет.